Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ультрадыбыс датчигі. Алдымен өткен сабаққа тоқталайық. Датчиктің қандай түрлерін білесіңдер? Ультрадыбыс датчигі туралы не білесің? Бүгінгі сабақта үйренетініміз ультрадыбыс датчигін қолдану. Ультрадыбыс датчигі дыбыс толқындарын жіберіп, қайтып келген сигналды оқитын және нысандарды тауып, оларға дейінгі қашықтықты есептейтін құрылғы. Датчик көздерінің айналасындағы қызыл түсті жыпылықтамайтын жарық оның өлшеу режимде тұрғанын білдіреді. Ультрадыбыс датчигінің ерекшеліктері: 1-ден бастап 250 сантиметрге дейінгі ауқымда қашықтықты өлшеу. Өлшеу дәлдігі плюс-минус 1 сантиметрге дейін. Қызыл түсті жарық сигналды беру кезінде үнемі жанып және эфирді тыңдау барысында жыпылықтап тұрады. Егер ультрадыбыстық сигнал анықталса, датчик ақиқат логикалық мәнін береді. Ультрадыбыс датчигін қалай қолдануға болады? Ультрадыбыс датчигін қолданып, жұмыс жасау үшін роботты суреттегідей құрастырып алуымыз керек. Роботты қатесіз құрастыру үшін оқушыға арналған Lego Mindstorms Education EVOS программасын ашамыз. Осы жерден нұсқаулық, конструкторлық идеялар, әрі қарай қозғалтқыш платформа батырмасына өтіп, платформаны жинақтау нұсқаулығын ашамыз. Міне, осы жерде ультрадыбыс датчигін құрастыру берілген. Осы бойынша құрастырып шығамыз. Нұсқаулықтың көмегіне сүйеніп, роботты құрастырған соң, оған ультрадыбыс датчигін орналастыру керек. Ультрадыбыс датчигін орналастыру үшін де нұсқаулыққа жүгінеміз. Ол үшін осы жерден ультрадыбыс датчигін таңдаймыз. Біздің жасаған роботымызға ультрадыбыс датчигін жалғау. Мінекей осылай жалғанады. Ультрадыбыс датчигін пайдалана отырып, тәжірибе жасап көрейік. Қабырғада немесе кедергілерден 15 сантиметр қашықтықта түзу сызықпен қозғалатын роботты тоқтататын программаны жазамыз. Дайын болған программаны роботқа жүктейміз. Ол үшін бізге таныс қызғылт сары түсті күту программасының блогын пайдалануымыз керек. Күту программасының блогын пайдаланамыз. Оны ультрадыбыс датчигі, салыстыру, сантиметр бойынша қашықтық қосамыз. Старт блогынан рульдік басқару блогын қосамыз. Рульдік басқару блогын қосу режиміне ауыстырамыз. Және қуатын 50-ге теңестіреміз. Ультрадыбыс датчигінің мәні 15 сантиметрден аз болғанша күтеміз. Қозғалысты тоқтату үшін күту блогына тағы бір рульдік басқаруды жалғаймыз. Және оны тоқтатамыз. Дайын болған программаны
роботқа жүктейміз. Ультрадыбыс датчигі өзіне 3 сантиметрден жақын орналасқан нысандарды анықтай алмайды. Міне қызық балалар, ультрадыбыс датчигін пайдалану принципі қозғалыстағы көліктердің жылдамдығын анықтайтын полиция қызметкерлерінің радарына өте ұқсас. Келесі кезекте тапсырма орындаймыз. Ізденіп орында. Мәліметті оқып, я немесе жоқ бағанына мына белгіні қой. Ультрадыбыс датчигі дыбыс толқындарын жіберіп, қайтып келген сигналдарды оқиды және нысандарды тауып, оларға дейінгі қашықтықты есептейді. Ультрадыбыс датчигінің негізгі қызметі түстерді ажырату. Ультрадыбыс датчигінің негізгі мақсаты оның алдында тұрған нысандардың қашықтығын анықтау. Ультрадыбыс датчигі өзін 10 сантиметрден жақын орналасқан нысандарды анықтай алмайды. Келесі тапсырма ойлан жаз. Ультрадыбыс датчигінің ерекшеліктерін жаз. Енді сұрақтарға жауап берейік. Ультрадыбыс датчигі дегеніміз не? Ультрадыбыс датчигінің қандай ерекшеліктері бар? Себебін анықтайық. Ультрадыбыс датчигі не үшін қажет? Ультрадыбыс датчигін не себепті роботқа орнатамыз? Талдап салыстырайық. Түс датчигі мен ультрадыбыс датчигін салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын анықта. Келесі тапсырманы компьютерде орындаймыз. Робот алдында қандай да бір нысан пайда болғанша алға жылжуы қажет. Робот осы нысанға 30 сантиметр қалғанда тоқтауы керек. Бірінші старт блогына рульдік басқару блогын қос, қуатын 50-ге теңестір. Рульдік басқару блогына күту блогын жалға. Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт. Ультрадыбыс датчигі, салыстыру, сантиметр бойынша қашықтық, шекті мәніне 30 санын енгіз. Үшінші, қозғалысты тоқтату үшін күту блогына рульдік басқару блогын жалға. Моторларды тоқтату үшін өшіру режимін қос. Дайын болған программаны роботқа жүкте. Келесі тапсырма үйде орындайық. Ұяшықтағы әріптердің бірдей түстерін жинап, құрастырып, тақырыпқа қатысты термин сөзді тап. Үлгі, датчик сөзі. Сары ұяшықта орналасқан әріптерден құралған сөз. Осымен балалар, сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.